Ал бүгін августтың 25-і балаларға, қыздарға мектепке киім аламыз деп Тараз жаққа жол тарттық. Енді жолдасым вахтаға айдың аяғы кетеді, кетпей тұрып балалардың барлығын киіндіріп дайындап алайын дедім. Сөйттік те бисмиллах деп планнан Таразға қарай жолға шықтық. Мінекей, енді Алла тағалам жолымызды берсін. Балалар мына жерде мәз қуанып жатыр. Сөйтіп жолда ұйықтап барыппыз ғой, уже жеттік Таразға аман-есен. Қараңыздар, как всегда жылда ремонт қойған, қараңыздар, жолдардың бәрі быт-шыт болып жатыр ғой, қай жермен жүрерімізді білмей. Сөйтіп базарға келдік, балаларымыз бәрі терлеп кеткенбіз ғой, кәдімгідей шылқып, күн ыстық, енді жанып тұр. Білмеймін, артынан кірдік па, ана базарға алдынан кірдік па, сөйтіп бір ана еттер сататын жерге кіріп кеткенбіз ғой. Енді иісі әлем, өзім жүрегім айнып жүреді. Әрең шадап шығып кеттік мына жерден. Сөйтіп мына жерге мынандай нелер, дәптер сататын жерлерге бағасын жай сұрай салғам. Сөйтсем 10 мың, 13 мың дейді да, бірақ бүкіл жаңа мектепке құрал жабдықтың барлығын менен аласыздар дейді. Ойбу, мен алып қойып едім, қой жарайды деп әрі қарай дәлше сумка формаларын балаларға көруге базардың барлық жерін араладық. Сөйтіп сумканы да алдық, киімдерді де алдық та, қарнымыз ашып кеткен ғой, енді обедтен асып кеткен. Мына жаққа кіреміз, очередь, адам көп, ойба деп енді кафе іздеп жүрміз мына жерде айдалда. Ана кішкентай қырып бара жатыр ғой, дата ғой, қарны ашса шыдамайды ғой менің Аяшка қызым ше. Сөйтіп осылай өзімізде арасына түсіріп қойып, сөйтіп мынандай кішкентай ғана кафешка ма, асхана тауып алдық. Сөйтіп нанды апам қопарып жеп отыр ғой, мына жерде енді дата ғой, қарны ашқаны ше. Сөйтіп мынандай типте немен бризолимен пюре заказ бердім. Мен пюрені жаман жақсы көремін. Жолдасым күріш заказ берді, балаларға да осындай пюре. Сөйтіп балам ішіп болды да, қой папаның қасына барайын деді. Папасы кішкентай Аяшканы алып кетті, қызым екеуміз андуши жеп алайын дедік. Сөйттік те қайтадан ауылымызға жолға шықтық. Қазір үйге барған соң сіздерге көрсетемін распаковка не алғанымды. Бағалары былай арзан дейтінде шілей арзан емес. Бірдей біздің ауылымыздағыдай баға. Мысалы рубашкалар 6 мың, 7 мың дейді, мысалы турецкий ше. Ойбай, Тараз арзан дегенге барғанбыз ғой. Сөйтсем ондай арзан емес. Мына жерде барлық балалар капут болды. Аяшка ғана жылап, ұйықтамай ырбиып жатыр. Мінекей қыздар, осындай киімдер алдым. Мен жартысын түсіріп үлгердім, жартысын түсіре алмай қалдым.